Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кәдімгі кабачкидан жасалатын брауни пирогының рецептімен бөліскім келіп тұр. Иә достар, кәдімгі кабачкидан жасалады. Егер холодильнигіңізде кабачки болып, одан не жасарыңызды білмесеңіз, міндетті түрде менің рецептімен осы пайдалы пирогты жасаңыздар. Құрамында кабачки бар екенін деп байқамай қалады. Алдымен 400 грамм, яғни орташа 2 кабачокты алып, қабығынан ашып, жақсылап турап аламыз да блендердің ыдысына салып, жақсылап блендермен езіп аламыз. Осындай масса шығады. Оған 2 жұмыртқаны саламыз. Одан кейін ертілген сары май саламыз. Сары май 82%-дан төмен болмау қажет. Одан кейін бізге табиғи бал қажет болады. 2 ас қасық табиғи балды саламыз да жақсылап араластырып аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Бізге 150 грамм глютенсіз күріш ұны және 20 грамм какао қажет болады. Және разрыхлитель саламыз да араластырып аламыз. Жаңағы дайын болған массамызға осы құрғақ ингредиенттерді салып, бір келкі болғанша араластырып аламыз. Осындай шоколадты қоюлау массамыз дайын болады. Оны кез келген формаға салатын боламыз. Менде осындай форма. Міндетті түрде пергамент қағазын төсеп алу керек. Осылай формамызға салып аламыз да қасықпен үстін тегістеп 180 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Мінекей осылай брауни пирогымыз 45 минутта дайын болады. Құрғақ таяқшамен піскенін тексеріп аламыз да қансыз шоколадпен сары майды ертіп аламыз да осылай үстіне әсемдік үшін салып шығамыз. Егер балдарыңыз көкөніс жемесе, немесе тәтті жегіңіз келсе, міндетті түрде осы брауни пирогының баламасын жасап тұтыныңыздар. Пирог өте әдемі болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Дұрыс тамақтану деген ол тәтті тағамдардан бас тарту емес. Кез келген тағамды осылай пайдалы етіп жасауға болады. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Міндетті түрде осы кабачоктан жасалатын пайдалы брауни пирогын менің рецептімен жасап, нәтижесін комментарийда бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.